досым да түрмеге отырып кетті. Енді жалғыз құтқаратын бір ғана адам бар. Қателеспесем, осы орманда өмір сүріп жүр. Туған інімді отырғызып тастап деген хабар келді. Енді соның 1000 фура насыбайын амалын тауып Қырғызстанға өткізіп беру керек. Қатынға сыр айтпа, жауға жеткізет деген осы. Енді не болды ал? Ай, аңқауыным-ай! Қырғыз байкелер көрсін біздің тауықтардың боғының құдіретін. Әр жерде тоңқайып жатпаса болды. Ал бауырлар, айтқандарыңдай 1000 фура насыбайларыңды әкелдік. Енді ақшасын шытырлатып санап берсеңдер, досымызды шығарып алайық ертерек. Енді көтеріліп келе жатсаң, братишілер өстіп қанды ішеді. Шыға салып маған жайлауға келсін, тағы насыбай іздеп қуып кетпей. 1000 фура насыбайды саттық қырғыздарға, заман аяғының арқасында. Енді ақшасын беріп, шығаруға тырсам, уайымдама. Бір уайым, енді Терпош кемпіріңді кешіресің бе әлі? Кешірмейсің бе содағы? Не болса да ол әдейі жасамаған секілді.